Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ас адамның арқауы арнасы. Бүгін біз осындай керемет қазақтың палауын, нағыз қазақтың палауын жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк баса кетуді ұмытпаңыздар. Тамақ жасау кезіндегі кейбір маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін көрулеріңізге кеңес беремін. Палау жасау үшін білесіздер, палаудың дәмін кіргізетін ең негізгі ішіндегі заты, өнімі бұл ет деп ойлаймын. Палауға етін молырақ қоссаңыз, сүйегі бар еттен салсаңыз, палауыңыз өте дәмді болып шығады. Бүгін біз жылқы етінен жасағалы жатырмыз. 1,5 килограммдай жылқы еті, кішкене қойдың құйрық майы 1 кесек, 1 килограмм күріш және 1 килограммдай сәбіз қосқалы жатырмын. Одан кейін үлкен бір бас пияз, сосын майын көбірек қосамыз палауға дәмді болу үшін. Неке еттерін, сәбізін, пиязын бәрін турап дайындап қойдым. Сәбізін турағанда да өте ұсақтамай, кішкене ірілеу, ұзын қылып тураймыз. Ұзынша қылып пиязын жарты сақина етіп тураймыз. Қазанымызды отқа қойып, майын құйып, майын қыздырып аламыз. Кішкене нанның кесектерін салып, майын қыздырып алдым. Одан кейін етін саламыз. Етін салып, жақсылап қозғап, кішкене жоғары отта кішкене қуырып аламыз. Біраз қуырылғаннан кейін отын пәсейтіп, қазанымыздың бетін жауып қоямыз. Етімізді асықпай 35-40 минуттай жай бұқтырып қойып қуырамыз. Сол кезде етіңіз өте жұмсақ болып, әрі таза әдемі болып піседі. Негізі етін жақсылап, асықпай қуырған дұрыс. Күрішінде алдын ала жуып аламыз. Күрішті жақсылап жуу керек. 5-6 рет су құйып, тазалап, жақсылап жуып аласыз күрішіңізді. Сөйтіп, күрішке жылы су құйып, қойып қоямыз дайындап. Мінекей менің етім қуырылып жатыр. Арасында жай-жай осылай астын үстіне аударып, кішкене қозғап қоямыз. Қып-қызыл болып етімізде әдемі болып қуырылды. Енді пиязын саламыз. Пиязын салған соң тағы да кішкене қозғап, 5 минутқа қойып қоямыз. Пиязы жақсы болып сарғайып қызарғанша. Мінекей етіміз өте керемет болып қуырылып жатыр. Енді сәбізін саламыз. Сәбізін де салғаннан кейін кішкене қозғап, тағы да сәбізменен біраз уақытқа қойып қоямыз. 5 минуттай, 7 минуттай кішкене қуырылуы қажет. Жай отта жақсылап осылай қуырып аламыз. Кориандр салдым, түсін дәмін өзгерту үшін, дәмін кіргізеді. Тұзын салдым. Тамағымыздың мөлшеріне, дәміне қарай. Кішкене жайлап қозғап, осылай тағы да бетін жауып, біраз бұқтырып қоямыз. Одан кейін қайнаған суымызды құямыз. Суды құйған кезде көп құюдың қажеті жоқ. Еттен, сәбізден кішкене ғана асып тұратындай ғана қылып су құямыз. Білесіздер, палауға суды көп құймайды. Егер көп құйсақ, күрішіміз езіліп кетуі мүмкін. Сүйкімсіз болып қалады. Мінекей біздің палауымыздың сорпасы қайнап жатыр. Дәмін көріп тексеріп аламыз. Егер тұзы кемдеу болса, тағы да кішкене тұз қосамыз. Зира дейді, басқада неше түрлі палауға арналған дәмдеуіштер көп. Егер дәмдеуішпен пісіргенді ұнатсаңыздар, осы аралықта дәмдеуіш қоссаңыз да болады қуырып жатқан кезде.
Енді мен еті мол болғандықтан дәмдеуіштерді қосуды қажет деп таппадым. Еттің өзінің керемет дәмі бар. Мінекей енді етіміздің бетіне күрішімізді саламыз. Күрішімізді салып болғаннан кейін күрішімізді жаймалап, кішкене суға батырып қоямыз. Осылай жақсылап жаймалап шығамыз. Мін байқап тұрсаңыздар, біздің суымыз күріштен сәл ғана асып шығып тұр. Осындай болу қажет. Сәл жоғары отта қақпағын жауып сәл қойып қоямыз 2-3 минутқа, ары кетсе 4 минутқа. Мінекей суы тартылды. Суы тартылғаннан кейін астындағы отын жай қылып бәсейтіп қоямыз, жай отқа қойып қоямыз. Күрішіміздің астыңғы жағын сәл көтеріп қозғап, күрішіміздің ортасын ашамыз. Осы жерге сарымсағымызды салып қоямыз. Сосын күрішіміздің бетін тегістеп қоямыз. Барлық жер тегіс тұрған дұрыс. Күрішіміз әдемі болып пісу үшін, шашпа палау болып пісу үшін кішкене осылай тегістеп, қазанның отын, астындағы отын өте жай қылып қойып қоямыз. Сөйтіп қасықпен немесе шанышқының ұзынша жағымен осылай ортасын осылай тесіктер жасап қоямыз, шұқырлар жасап қоямыз. Әдем болып пісу үшін, түбі күймес үшін. Сосын бетін осылай жақсылап бекітіп, салафанмен жақсылап жауып қоямыз. Жай отта сосын күрішімізді 25-30 минутта пісіріп аламыз. 30 минут өтті. Мінекей 30 минуттан кейін қазанның қақпағын аштым. Бетіндегі пленкасын алып тастаймыз. Мінекей біздің күрішіміз пісті. Нағыз шашпа палау болып пісті. Міне өте әдемі болып пісті. Енді палауымызды легенімізге саламыз. Легенімізге жақсылап салып аламыз палауымызды. Сәбізі, еті барлығы қазанның астыңғы жағында тұр. Қазір бәрін жақсылап әдемілеп сабаламыз. Мінекей салдық. Еттерін бетіне қойып жатырмын. Астында күріші, ал күріштің үстіне етін қойып жатырмын. Етіміз уылжып, жұмсақ болып, өте әдемі болып пісті. Міне қолымызға ұстаған етіміз бөлініп кетіп жатыр. Жұмсақтығы сондай, уылжып піскендігі сондай. Иісі де бұрқырап, мұрынды жарып бара жатыр. Өте керемет, өте дәмді тамақ болды. Енді бетіне сарымсағымызды осылай әдемілеп қойып, ас көгімізді қойып, безендіріп қоямыз. Мінекей менің бүгінгі пісірген палау тамағымда дайын болды. Енді дастарханға палауымызды алып бара берсек болады. Мінекей кесек-кесек еттері, сүйектері бәрі бетінде тұр. Балдарымызға бір-біреуден ұстатып қоямыз сүйектерін. Сүйек мүжігенді біздің балаларымыз жақсы көреді. Сіздерге ұнап жатса, сіздер де осылай палау жасап көріңіздер үйлеріңізде. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Менің бүгінгі видеомды көріп тамашалағандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.